айналарына тұншыққан күллі махаббаттың, көрдің бе достық даңғылын, көліктер күркілдеп қашады бұл маңнан. Бағдаршамдарда қай көзін ашарын білмейді жол белгілерде не үшін тұрғанын. Сағыныштың кейпіндегі орындықтар сырланған, кеудесіне түскен көркем есімнен сызат алып өң қашты. Келсе дағы көп күттірген гүл көктем, төгілсе де жаңбыр болып нұр көктен, жандануға құлқы жоқ теректердің төбесіне қарға қонып қарқылдап оята алмай әлек, ғасырлардың том тарихын құшақтап жылдардың төгілген қанына жуынған кітапхана азалы, анау үйлер еңселі сұрша тартып ескірген бауырына күнәһарды басқаннан, күтуді үйрету үшін тұрған аялдамаларда төзімнен жұрдай шылымын ұсына береді, ләззатсіз шеге бересің оны. Қорқамын бұл маңда жүруге, олар да қорқады бұл маңда өлуге. Әзірейіл күнәһар ортадан құтқарда мені, жағасына апар өзеннің, өлгім келеді мөлдір мұздар секілді. Есеп берсем ғой сосын мұздардың тілінде Тәңірге. Достық даңғылы деген өлең бірінші курсымда жазылған өлең. Достық даңғылы деген тақырыбының өзінде, оның мазмұнының өзінде екі түрлі жағынан қарауға болады. Bir жағынан осы бірінші курсымыздан осы ақындық ортаға түскеннен бастап үлкен ақындардың жаңағы кітаптағы ойларын өзімнің жас санама қабылдап әртүрлі түсінікте жүрген уақытымда және де бұл көктемде жазылған өлең болғаннан кейін сол уақыттарда бір өзімнің жаңа достарым көбейіп, және әсіресе өзім махаббатыммен енді кездесіп жүрген уақыт болғаннан кейін өзім бір жалғыздығымнан өзім кез келген ақын, жас ақын өзім кейде көп уақыт жалғыз сезініп ұлы өлеңдер жазады. Сондай бір уақыттарда өзімнің жалғыздығымды қимай, жаңа ортаға, жаңа әлемге енді қадам басып, сол өткенімді жайыққа лақтыра салған уақытында жазылған. Сол ойды ойлап отырып жазған өлең.